Байқадыңыз ба? Бәрі бірден реттеле бастайды. Дәл сіз уайымдауды қойған сәтте. Бұл бір парадокс сияқты естіледі, иә? Бізге өмір бойы айтып келді, мақсат қой, күрес, жет, бірақ шындық мүлде керісінше болса. Мүмкін біз адамдарға, нәтижелерге, күтулерге қатты байланып қалғанымыз, қарым-қатынаста, жұмыста, ішкі тыныштықты табуда өзімізді тұңғиыққа тартып жатқан зәкір шығар. Психология данышпаны Карл Юнг көпшіліктің жүрегіне ауыр тиетін шындықты ашты. Неғұрлым бірдеңені бақылауда ұстауға тырыссаң, өмір соғұрлым тез сырғып кетеді. Бүгін біз талқылаймыз, неге жібере білу нағыз еркіндікке апарар жалғыз жол болуы мүмкін. Соңына дейін қарап шығыңыз. Бұл көзқарасты өзгерту бүкіл өміріңізді төңкеріп жіберуі мүмкін. Біз бәрі қалай болуы керек деген түсініктерімізге қатты жабысып аламыз, ал дәл осы сәтте өмір бізді мазақ еткендей сезіледі. Бәрі шатасып кетеді. Тұрақтылық беруі тиіс байланыстар шын мәнінде уайым мен күйзелістің көзіне айналады. Айласы, уысыңды аздап босатсаң болды, әлем де жеңіл демалғандай болады. Карл Юнг бұл туралы ашық айтқан. Қуа жөнелсең қашады, қабылдасаң өзгереді. Біз мәңгілік жарыс мадақталатын қоғамда өмір сүреміз. Тыныштық үнемі келесі белестің ар жағында секілді. Бірақ дәл осы бәрін бақылауда ұстауға деген невроздық қажеттілік шынайы өзгерістерге кедергі келтіреді. Әңгіме бәрін тастап, ағынмен бірге жүруде емес, әлде қайда нәзік өтуде жатыр. Үнемі күйзеліс күйінен саналы байқау күйіне көшу. Карл Юнг адам жанының құпияларын зерттей отырып, маңызды заңдылықты ашты. Біз өз қиялдарымызға, мінсіз серіктес бейнелеріне, керемет мансап пен бақытты болашаққа шамадан тыс байланып қалғанда, ішімізде шынымен не болып жатқанын көрмей қаламыз. Әрине, табысқа ұмтылу бұл табиғи, бірақ мәселе бүкіл болмысымыз нәтижеге байланып қалған кезде басталады. Егер мен дегеніміз, менің лауазымым, қарым-қатынасым, немесе жетістіктерім болса, кез келген сәтсіздік тіршілікке төнген қауіп сияқты қабылданады. Сол себепті де бұл бітпейтін қорқыныш пайда болады. Ішті кемірген мазасыздық, өмірдің әр қырын бақылауға деген ессіз әрекет. Карл Юнг мұны эгоның өз иллюзиясын сақтап қалуға деген бекер талпынысы деп атаған. Шынайы өзгеріс біз қабырғамен арпалысып жатқанда емес, табиғи ағысқа қарсыласуды доғарған кезде келеді. Әлсіздіктен емес, түсініктен. Жіберу бәрі бір болу емес. Бұл жаңа нәрсеге орын беру. Ол тек біздің еркімізге ғана байланысты емес. Бұл өміріміздің ағынын бағыттап тұрған, көзге көрінбейтін даналыққа сенім білдіру әрекеті. Ал бұл шынайы түрде орын алғанда, хаос кенеттен мағынаға ие бола бастайды. Жанталаспай мүмкіндіктер өздігінен келеді. Ал мәңгілік уайымның орнын біртүрлі тыныш сезім басады. Өз өміріңде алғаш рет шынымен барсың дегендей. Жіберу арманнан бас тарту емес, бәрі дәл өзің қалағандай болуға тиіс деген ойдан бас тарту. Бұл міндеттімін деген ішкі түрмеден шығу және саналы кеңістікке ену. Бірақ біз байланып қалған адамда емес, сол адамға артқан үмітімізде, біз оған жүктеген мағынада болса ше. Карл Юнг бұл жерден нақты айтқан, біз көбіне басқа адамға емес, өз проекцияларымызға байланып қаламыз. Сол адам бізге жетпей жүрген сүйіспеншілікті, мақұлдауды, қарылуды береді деп үміттенеміз. Біз адамдарға олар ойнауға келіспеген рөлдерді жүктейміз. Өзімізде көруге дайын емес нәрсені өзгелерден іздейміз. Оларды кезек-кезек идеалға немесе құбыжыққа айналдырып. Дәл осы бұрмаланған айнада ауыр байланыс туындайды. Біздің эго сыртқы әлемді өзіне тиесілі етіп жасағысы келеді. Бала ойыншығын иеленгендей. Қажетсіз болудан қорқу, сәттілікке деген маникалды ұмтылыстың артында жасырынып тұрады. Махаббатқа деген аштық,
қарым-қатынастарға ауыр тәуелділікке айналады. Біз жоғары ұмтылыс деп қабылдайтын нәрселер көбіне ішкі бос орынды толтыруға арналған әрекеттер ғана болып шығады. Бірақ ешкім мәңгі өзіне тағайындалған рөлге сай бола алмайды. Иллюзиялар күйрегенде артында тек ащы күйзеліс қалады. Карл Юнг мұны психиканың қорғаныс механизмі деп санаған. Өзімізбен бетпе-бет келуден гөрі басқаларды кінәлау әлде қайда оңай. Біз өзімізден жасырып жүрген ішкі бөліктермен, бірақ біз ақыры өз проекцияларымызды түсінген кезде ғажайып орын алады. Шындық өзгере бастайды. Басқа адам енді біздің қиялымыздың экраны болмай, артықшылықтары мен кемшіліктері бар қарапайым адамға айналады. Иллюзиялармен қоштасу процесі ауыр, бірақ ол керемет жеңілдік алып келеді. Бұл ең алдымен өзіңмен шынайы қарым-қатынас бастауы. Сені тұтас етеді деп ойлаған нәрсенің соңынан қумауды қойған сәтте парадокс туындайды. Сен кенеттен өзіңе бұрын соңды болмағандай жақын боласың. Және дәл сол кезде артық күш салмай-ақ бәрі өз орнына келе бастайды. Біз бәрін бақылауға тырысуды доғарғанда саналы болуға арналған кеңістік ашылады. Бұл кейде әлеммен байланыс иеленуге емес, шынайы жақындыққа негізделеді. Бірақ біздің иллюзияларымыз күйрегенде не болады? Эго үрейге түсіп, табиғатынан бақылауға көнбейтін нәрселерге жармасып қалады. Мұнда өте нәзік, бірақ маңызды айырмашылықты сезіне білу керек. Ішкі бағдарға ие болу мен әр қадамыңды бақылауға деген мәжбүрлі қажеттілік арасындағы айырмашылық. Біріншісі өзіңмен үйлесімнен туады. Екіншісі қорқыныштан. Біз жоспар құрамыз, барлық сценарийді болжауға тырысамыз, мұның барлығы бізге қауіпсіздік кепілдігін береді деп ойлаймыз. Бірақ шын мәнінде мұндай гиперконтроль эгоның өмірді болжауға тырысуынан басқа ештеңе емес. Юнг айтқан, невроз шынайы сезімді алмастыратын нәрсе. Бұл мағынада бақылау, ауырсынуды басатын дәрі сияқты. Сезінудің орнына біз ойымызды жоспарлармен, стратегиялармен толтырамыз. Өз әлсіздігімізбен бетпе-бет келудің орнына күнделікті тірлік, мақсаттар мен уәделердің артына тығыламыз. Өміріміздің әр бөлшегін бақылауда ұстасақ, адам болудың ауыртпалығынан аман қаламыз деп сенеміз. Бірақ бақылау деген өмір сүру емес. Бұл жасанды капсулада өмір сүру деген сөз. Онда біз жалған тұрақтылық үшін өз еркімізбен табиғилықтан бас тартамыз. Ал шын мәнінде өмірге бояу, балғындық пен шынайылық беретін дәл осы табиғилық. Ол болмаса, қарым-қатынас, механикалық рәсімге, жұмыс ауыр міндетке айналады. Тіпті ең мазмұнды күннің өзі мағынасын жоғалтады. Үлкейіп кеткен эго бәріне үлгеру керекпін және үлгере аламын деп сенеді. Ол өмір сүрудің жалғыз дұрыс жолы бар деп тұрып алады, идеалды өмір сүру үлгісі бар дегендей. Ал сол үлгіден кішкентай ғана ауытқу, кінә мен мазасыздық өзін өзі сынауға келеді. Ақыл шамадан тыс белсенділікке түсіп, бір мезгілде 10 шақты бағдарламамен жұмыс істеп жатқан компьютер секілді болады. Мұндай жағдайда психикалық және эмоциялық шаршау әлсіздік емес, өмір салтының заңды салдары. Бірақ берілу қолды бір сілтеу емес. Бұл кейбір күштердің бар екенін мойындау, олар ішімізде де, өмірдің өзінде де бар, және олар біздің еркімізге бағынбайды. Юнг бейсананы тірі, дербес жүйе деп есептеген. Ол біздің шындықты қалыптастыруға белсенді қатысады. Егер біз осы деңгейден бас тартсақ, ақылдың тұзағына түсіп қаламыз. Бәрі тек логикамен шешілуі тиіс деп ойлаймыз. Бақылаудан бас тарту, сенім актісін жасау деген сөз. Тіпті хаос ішінде де даналық барын мойындау, беген нәрселерде жол бар екенін түсіну. Бұл бағдарсыз өмір сүруді білдірмейді, керісінше өмірдің
бізді таңғалдыруына мүмкіндік беруге дайын болуды білдіреді. Бірақ бұл қалай мүмкін болады, егер біз тіпті тыныш сәттерді де жоспарлауға тырысатын қоғамда өмір сүрсек? Біз бәрі жоспар бойынша болсын деп тырысқан сайын өзімізден соғұрлым алыстай түсеміз. Ал керісінше болса, біз жай ғана бақылауға, тыңдауға және сезінуге мүмкіндік берсек, ештеңеге бірден араласпай, өмірдің өз ырғағы бар екенін байқай бастаймыз. Және ол бізді қайда апарарын өте жақсы біледі. Ал егер нағыз еркіндік бақылауда емес, эгоның қайта құрылу қабілетінде болса, эго бәрін ұстап тұруға тырысудан шаршаған сәтте, ақыры уысын босатып, тереңірек нәрсеге, шынайы болмысына бет бұратын сәт. Бұл біздің психикамыздың орталығы, тұтастық күйі. Қоғамдағы маскада емес, біз ойнайтын рөлде емес. Біз кімбіз? Шынайы болмысымыз. Біз ештеңе жасанды етіп көрсетпеген кезде, эго басқару тетігінде тұрғанда, өміріміз сыртқы күтулерге қарай ұйымдасады. Мен қалай әрекет етуім керек? Мен қандай болып көрінуім керек? Адамдар менен нені күтеді? Осы таңылған түсініктерден бас тарту нағыз қозғалыстың бастауы. Артқа, өткенге емес, өз болмысыңның өзегіне оралу. Карл Юнг бұл үдерісті индивидуация деп атаған. Біз кімбіз? Соған айналу. Саналы мен бейсананы біріктіру арқылы. Бұл жол кішкентай серпілістерден басталады. Ескі үлгі бойынша автоматты түрде әрекет етуді тоқтатқанда, белгілі бір рөлді ұстап тұру міндет емес екенін түсінгенде, ажырасқаннан кейін бос орынды дереу толтыруға ұмтылмай, сол бос кеңістікте өзіңмен қалуға батылдық болғанда. Осындай жіберу сәттері порталға айналады. Олар бірден жайлылық сыйламайды, бірақ шынайылыққа жол ашады. Шынайы берілу эго өз шекарасын мойындаған сәтте басталады. Бәрін бақылаудың да, барлық жауапты білудің де қажеті жоқ екенін түсінгенде. Дәл сол кезде ішімізде бір тыныш нәрсе оянады. Самость. Ол өзіне назар аудартпайды, айқайламайды. Жай ғана айқын, қарапайымдылықпен жол көрсетеді. Егер бұл видео жүрегіңізге жақын болса, арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Бұл сізге бір сәттік қимыл, ал бізге үлкен шабыт әрі қолдау. Нұрлы Voice, бірге тереңге үңілейік.